이거 진짜 남았던 남아가면 사사님께서 뭐가 있고 셰프보다 만 들어갔습니다. 셰프보다 오고 나왔습니다. 만 들어가서 스토리티니스 미치고 나서가 가만히 상관들은 와양 파스도 와양 파스도 셰프까지 와양 아무튼 상관.
Birlikte aynı zamanların arasında özellikle olmakta sporda yarışlar yapıyorlar. Halkların tarafından başımız bu yüzden halklarında Hazreti Elim'e takip edilmiş söylemiş oldu. O sırada esirse de Rabbim'e yine Allah masallarında uzun bölümlerine özgürlüğü Allah'tan Allah'ın sayılarına Allah'ın bu ayet. Yerlerimiz Allah'ın Muhammed'in
Vengria.
Айнабекке өте кетіп қалма деп. Иә. тәрбие жөніндегі орынбасары Көпенов жаңа еңбек етеді. Ал құрметті сайысқа қатысушылар, бүгін жақсы ойын болды. Бүгін міне Мажар Нұрғалиевтің жылда дәстүрлі турнирінде жақсы ойын болды. Сол қорытындылаған болмыз. Енді бүгінгі сайыс қорытынды бойынша мадақтауға рұқсат етіңіздер. Мажар Нұрғалиевтің 95-ші орта мектебінде Мажар Нұрғалиев белгілісінші драматург аудармашы Мажар Нұрғалиевтің туған турнына орай еске алу рәсіміне нөмір 95-ші орта мектепте мекеме қызметкерлері арасында студент теңізінен өткізілген жарыста көзге түскен Роман Аман үздік бойынша бағаланды. Осы бәлкінде студент теңізінен өткізілген жарыста көзге түскен Құрман
самат үздік ойыншы бағаны. Осы мәтінде үстел теннисінен өткізген жарыста көзге түскен Қалыбаев Қайрат үздік ойыншы бағаны. Ал енді осы теннис және кіші футболдан өткізген турнирде орынмен марапатталған командаларды марапаттаймыз. Белгілі сыншы, аудармашы, драматург Қалжан Нұрмұхановтың туғанына 92-ші жылдығына орай еске алу рәсіміне арналған 95-ші орта мектепте мекеме қызметкерлері арасында үстел теннисінен өткізген жарыста 3-ші орынды иеленген нөмірі 17-ші мектеп командасы марапатталады. Осы мәтінде үстел теннисінен өткізген жарыста 2-ші орын иеленген Қазалы аграрлық техникалық колледжі марапатталады. Командасы марапатталады. Енді кезекте футбол. 95-ші орта мектептер оқушылар арасында кіші футболдан өткізілген жарыста жақсы ойын көрсеткені үшін үздік шабуылшы бағанымен Байдәулет Әлімей марапатталады. Осы мәтінде кіші футболдан өткізген жарыста жақсы ойын көрсеткені үшін үздік қорғаушы бағанымен Қуаныш Ергал марапатталады. Кіші футболдан өткізілген жарыста жақсы ойын көрсеткені үшін үздік қақпашы бағанымен Рабат Нұршат марапатталады. Ал енді осы кіші футболдан өткізген сайыста 3-ші орын иеленген нөмірі 95-ші мектеп командасы марапатталады. Осы сайыста 2-ші орын иеленген Қазалы аграрлық техникалық колледж командасы марапатталады. Ал енді өздеріңіз байқап отырғандай, кіші футболдан өткізген жарыста 1-ші орын иеленген нөмірі 16-ші мектеп лицей командасы марапатталады.